Дастархан басында егер де қарт әжелер, қария аталар отырса, еш уақытта дастарханның төменгі жағында аяқты айқастыруға болмайды, естеріңізде болсын. Ал егер үлкен кісілер, аналарыңызбен жасты, немесе ағаларыңызбен, тәтелеріңізбен, әпкелеріңізбен жасты кісілер болса, онда аяқты айқастыруға болады. Енді қалай біз айқастырамыз? Әдет бойынша аяғымызды тарс етіп айқастырып аламыз. Жоқ, еш уақытта олай айқастыруға болмайды. Орындықтың қанша бөлігінде отырмыз? 3-2 бөлігінде отырмыз. Аяғымызды созамыз, айқастырамыз. Қазір мен сіздерге барлықтарыңызға мүмкіндік беремін. Айқастырамыз. Мына екі аяқты бір-біріне параллель күйінде жапсырып қою керек. Қате жіберетін дүние міне былай айқастырғанымыз. Былай. Перпендикуляр түрде. Вертикалды түрде қойғанымыз. Аяғымыз қиғашынан болу керек. 45 градустық бағытта. Енді бір жақта аяқты ұстап отырған кішкене ыңғайсыз, екінші жаққа алмастырғымыз келетін кез болады. Ол уақытта қалай жасаймыз? Аяғымызды созамыз, айқастырамыз, қоямыз. Созамыз, айқастырамыз, қоямыз. Созамыз, айқастырамыз, қоямыз. Қазір сіздермен осыны барлығымыз қайталаймыз. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Арқамызды тік ұстаймыз. Отырған кезде қолды қалай ұстаймыз? Қолды қайда қоямыз?